Қызылорда облысының Жалағаш ауданына қарасты білім бөлімі мамандарының балаларға екпе салуды жоспарлаймыз деп басып бәлеге қалды. Өңірде ата-аналардың чатында білім бөлімінің басшысы қол қойған мынадай құжат тарады. Мұнда 12 жастан асқан балаларға коронавирус инфекциясына қарсы екпе салу жұмыстары жоспарланғандығы жазылған. Осыған орай білім бөлімі балалардың аты жөні, туған жылы туралы мәліметті жинауды бұйырыпты. О баста санитарлық эпидемиологиялық орталықтың аудандық білім бөліміне жіберген хатында 12 жастан асқан оқушылардың вирусқа қарсы дәрі салдыру кестесі әзірлену керектігі айтылған. Бірақ бұл бұйрық сол күйі білім ошақтарына таратылмаған көрінеді. 7 қыркүйекте жазылған санитар мамандардың құжатында тапсырма 9 қыркүйек күні орындалу қажет деп көрсетілген. Яғни оқушылардың кестесі 2 күннен кейін сақадай сай дайын тұру керек еді. Ал Жалағаш аудандық білім бөлімі бұл нұсқаманы аса шұғыл деп ерекше белгілеп мектеп директорларына әзірлеп берген. Бірақ облыстық білім басқармасының басшылығы хат мектептерге жіберілген жоқ деп ақталды. Қазір ешқандай білім беру ұйымдарына тізім жинақтап, ешқандай тізім шыққан жоқ, халықтың қорқатында ешқандай бұл жерде орын алған жоқ, дереу тоқтатудың арқасында. Енді осы хаттың кесірінен аудандық білім бөлімі басшысының ісі майшаммен қаралып жатыр. Шенеунікке тәртіптік шара қолданылады. Ал Жалағаш ауданының бас санитары министрліктен осындай аса шұғыл деген арнайы хат келген мойындап отыр. Мұнда екпе алатын 12 жастан асқан оқушылардың барлық мәліметі жинақталған, кесте басшылыққа жету тиіс болған айтылады.